Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті бауырлар, осы истихара жайында маңызды қазіргі замандағы сізді толғандырып жүрген сұрақтарға жауап болады деген бір тақырып қозғағым келіп тұр. Біріншіден, истихара бұл не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның біріншіден бізге салып кеткен сара жолы ол, сүннет амал. Абдулла ибн Масуд айтқандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге Құранды жаттатқандай истихараны жаттатты дейді. Яғни Құранның қасиетіндей ол қасиет деген. Ол өте өмірлік маңызы бар дүние. Енді оның маңызын осы сөздің барысында түсінесіздер деп ойлаймын. Екінші нәрсе. Истихараның түпкі хикметі бұл істі өзінің аты айтылғандай ихтияр, яғни истихара дегені ихтияр дейміз ғой, ықтиярды Аллаға тапсыру, яғни таңдауды Аллаға табыстау. Бұл деген сөз психологияда мынандай қағидат бар психологияда. Өмірді контроль жасауды тастап, өмірге сене білу деген концепция бар. Бұл адамға стресстен арылудың жолдарының бірі. Қазіргі кезде көп адамдар математикалық, мынау материалдық өмір болғаннан кейін математикалық, аналитикалық ойға ауысып бара жатыр. Өмір барлығы есептеледі. Өмірдің барын есептесең ғана ол дұрыс болады дейді. Ол жақсы пікір. Өйткені расында да Алла тағала бұл өмірді бізге шекаралармен, Алла тағала өлшеуменен жаратты. Ендеше бұл өмір өлшеуге, шекараға көнеді. Әйтсе де біз оны дұрыс өлшейік. Өйткені біздің өлшей алмайтын дүниеміз бар. Өйткені біздің есебіміз жетпеген дүние бар. Яғни кейбір есептер әлі шықпайды. Кейбір есептердің жауабы жоқ әлі. Дәл сол сияқты біздің өмірдің жауабы біздің әлі ойымызға келмеген тұстары да бар. Және біздің ол есептеудің мүмкін қажетімізде жоқ та шығар. Ол мысалы болашағымыз және өткен шағымыз. Айтпағым, истихара намазы сізді егер бір нәрсе мазалап тұрса, сіз таңдауды Аллаға тапсырасыз. Дұға былай: Аллахым, мына ісім егер жақсы болса, соны орындат. Егер жаман болатын болса, мені одан ұзақ қыл да, қай халде де маған жақсылық бер деп тәмамдау. Осы бір нүкте, маңызды нүкте. Осы жерде біз ісімізді жақсы болса Аллахым орындатшы деп дұға қылу. Яғни истихараның өзі жай ғана тапсыру емес, дұға екен. Ал егер жаман болса, оны менен құтқар деп ол да дұға қылу. Яғни истихара жасау деген Аллаға таңдау болғанмен, бұның астында осындай дұға деген хикметі тұр. Және де қай халде де маған жақсылық берші деп қарау. Біз истихарадан жұбаныш табамыз. Қандай жұбаныш? Егер сол ісіміз орындалып кетсе, Аллахым маған берді дейміз. Орындалмай қалса, Аллахым мені құтқарды деп жұбаныш табу. Екіншіден, өмірдегі барлығын контроль қылу деген бір өзімізге стресс сыйлаудан құтыламыз. Яғни барлық нәрсе біздің қолымызда бола алмайды. Ол бір адамның ауырып қалуы, табиғаттың өзгеруі, тіпті сіздің хал күйіңіздің, ой пікіріңіздің өзгеруі әбден мүмкін. Ендеше сіз бұның бәрін есебін жасауыңыз мүмкін емес. Өйткені біз болашақты біле бермейміз. Мүмкін болғанда да бір қандай да бір пайыздарға шейін ғана есептей аларсыз. Бірақ қалған пайыз қалады ғой. Ал білесіз, қазіргі замандағы квантовый қағидаттарға қарай, мысалы 100% жұмыстың 0,1% да әлгі 100%-ды өзгертуге шамасы жетіп қалады. Кейбір есептерге қарай. Яғни 999% орындалып тұрған жұмыс 1% немесе 0,1%, 1000%, өзгеріс арқылы орындалатын істің барлығына әсер етуі мүмкін. Айтпағым, құрметті жақсылар, истихара дегеніміз бұл таңдауды Аллаға тапсырып, яғни Алланың тағдырына, біздің жазғанымызға ризашылық білдіру. Және де өмірдегі стресстен, өмірдің барлығын контрольдан ұстаудан құтылу. Оның өмірлік пайдаларын айтып кетпей тұрып, мен
осы жердегі истихарада қателіктерді айтқым келеді. Біріншіден, истихара бұл сиқырлы құрал деп кейбір блогерлердің ұсынысы. Бұл сиқырлы құрал болғанменен ғайыпқа қатысы жоқ құрал. Түсінесіз ба? Яғни біздің ғайыбымызды өзгертуге арналған құрал емес бұл. Яғни бір адам үйленгісі келіп тұрып, немесе мал тапқысы келіп тұрып истихара оқыса, сол барлық нәрсе жақсы болып орындалып кетпейді. Ол ғайыпқа арналған құрал емес. Ол дұға. Сіз шынайы дұға қылсаңыз, мүмкін Алла сізге соны өзгертіп береді. Ендеше истихараның ішінде дұға бар, иә. Яғни осы жақсылық болса маған бер деген дұға бар. Бұл бір бөлігі ғана. Истихараның бірақ шын мәні ол емес қой. Шын мәні таңдауды Аллаға тапсыру. Ал егер сіз ғайыптың құралын іздесеңіз, ол садақа. Яғни сіз садақа берсеңіз, алдыңызда келатқан сіз білмейтін үлкен апаттар, үлкен қайғылы уақиғаларды Алла тағала тосуы мүмкін. Сіз дұға қыласыз, намаз оқисыз, қайырлы іс жасап бір адамдарға жәрдем беріп жақсылық жасайсыз. Міне осы құралдар арқылы сіз болашағыңызды, сіз өзіңіздің көрмей тұрған көмес дүниеңізді түзетесіз. Тіпті өмірде бұл қанша дәлелденген нәрсе, адам жазылмайтын аурулардан да берген садақа арқылы немесе біреуге жасаған жақсылық арқылы жазылып кеткен. Ендеше шынайы сиқырлы құрал іздесеңіз, ол дұға, садақа, жақсылық жасау және ғибадат, құлшылықтар. Егер истихараны ғибадат, Аллаға сыйыну, Алламен жақындасу, яғни Алламенен арамыздағы байланысты нығайту десеңіз, онда дәл таптыңыз. Ал егер ол ғайыпты өзгерту құрал десеңіз, сіз қателестіңіз. Екінші нүкте. Мынау бір істің қайырлысын немесе қайырлыға өзгерту деп түсінсеңіз де қате пікір. Яғни кейбіреулер ойлайтын шығар, мен бір істі жасап жатырмын, енді истихара оқысам, осы істің ішінде қайырлысы болып қояды деп түсіну. Жоқ, истихара сол істің таңдауын Аллаға қалдыру, тәуекел құралы. Яғни істің қайырлысын жасау құралы емес. Бәлки ол дұға. Пайғамбарымызда арнайы оған арналған дұға бар. Аллахумма, Аллахым дейді, маған осы істің қайырлысын нәсіп ет және жамандығынан құтқар деп арнайы жасаған пайғамбарымыз дұғасы бар. Ол дұға арқылы Аллаға бір сауап арқылы, мысалы біреудің жаман халінен құтқарып, немесе біреудің қайғысына ортақ болып, садақа беріп, жақсылық жасап, тіпті намаз оқып, ораза тұтып, сосын қолыңызды жайып, шынайы жалбарыну арқылы пайғамбарымыз айтқан дұғасын айтсаңыз болады. Аллахумма әринил хаққа хаққан уарзуқнат диба. Аллахым, маған ақиқатты көрсете көр және соған еруді нәсіп ет. Міне дұға қалай. Және де Аллахым, мені әринил батила батилан уарзуқна жтинаба. Маған жамандықты жамандық қылып, қасиетсіздікті, қателікті, күнәні күнә қылып көрсет, және одан шеттенуді нәсіп ет деп сұрау, міне дұға. Ендеше истихара жамандықты көрсететін, жақсылықты көрсетіп, яғни ажырату құралы емес. Үшінші нүкте, ол да маңызды. Истихарадағы белгілер. Бұл дәлелденбеген сөздер. Яғни пайғамбарымыз айтқан сөздер емес. Яғни түс көресің, немесе міндетті түрде ұйықтауың керек, міндетті түрде ұйықтаудан бұрын орындауың керек деген сөздер жоқ. Және де түс туралы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нақтылап айтып кеткен бір хабар жоқ. Бірақ ғалымдардың ишараты бар. Яғни осы хадистердің шархында ғалымдар өмірлік тәжірибеден сен истихараны таңдауды Аллаға тапсырсаң, мүмкін сіз, яғни ішіңіздегі осы жасаған амал арқылы Аллаға тапсырсаңыз, Алла тағала сол тапсырған ісіңіздің белгісін сізге беруі мүмкін екен. Яғни қарасаңызшы, яғни сіз Аллаға істі тапсырасыз, шын тәуекел қыласыз.
мүмкін 100%-ның мүмкін 1%, мүмкін одан да аз, Алла тағала сізге ишара қылуы мүмкін. Түсіңізде, не жүрегіңізде бір сенімділік береді. Осы ісің дұрыс, немесе осы ісің дұрыс емес деп. Бұл өмірлік тәжірибеден алынған ғана нәрсе. Яғни түсіңде жасыл көрсең, түсіңде осындай көрсең деген сөздердің бәрі хадис емес. Бұл тәжірибеден алынған жай ғана ишараттар. Ол ишарат болуы міндет емес, болуы да болмауы да мүмкін. Қорытып айтатыным, құрметті бауырлар, истихара бұл тәуекел құралы, Аллаға таңдау сұрау құралы, және де одан өте маңызды, Алла менен сіздің араңыздағы сенімділікті нығайтатын құрал. Ал енді психологиялық біздің өмірлік мағыналарын түсіндіргім келеді. Біріншіден, бұл атақты психологтар, мықты психологиялық өмір бақытын табудағы философтардың өмірлік сөздерінде, кеңестерінде де бар. Мықты бестселлерлер, яғни мықты миллиондап сатылған кітаптарда да жазылған. Сіз өмірде бақыт табам десеңіз, онда мынандай бір қағида бар екен. Яғни пәлен қағиданың ішінде ең маңызды қағиданың біреуі өмірді контрольда ұстауды доғар. Өмір сенің қолыңда емес. Бұны біз жаратқан жоқпыз ғой, дұрыс па? Өмірді сен жаратқан жоқсың. Болып атқан жағдайды да сен жаратып атқан жоқсың. Сіз жасағанға сізге жауап болып жатыр тек қана. Ендеше сіз өзіңіздің жасауыңыз арқылы сізге келетін жауаптарды мүмкін бір қандайда бір пайызға есептеуіңіз мүмкін, бірақ ол есеп ешқашан 100%-дық болмайды. Ендеше сіз өзіңіздің жасаған есебіңізге қарай сенім артыласыз, өзіңізге және Аллаға. Бірақ ол сенім арқылы сізде екі тұрады ғой, қараңыз, өзіңе сен деп айтады. Абайдың да сөзі бар. Өзіңе сен, және сол сенім ғана сені алып шығады дейді тығырықтан, жамандықтан. Бұл өзіңе сен деген сөз өзіңнің құдайлығыңа, өзіңнің сондай есебіңнің мықтылығына деген сөз емес. Өзіңнің амал жасап қой да, сол жасаған амалыңа соған сүйен дегені. Бірақ сүйен деген сөз бұның барлығы бітті деген сөз емес та, Аллаға тапсыру арқылы сүйен. Екінші нүкте, осы өмірдегі бақытты тапқың келсе, яғни ісің табысты болуын қаласаң, өмірді контрольді тоқтат. Яғни контрольді тоқтат деген сөз анализ жасамай математикалық есепке сүйенбе деген сөз емес. Есепте Аллаға тапсыра біл, бірақ сен есептемей қалған нәрседе бар ғой деген мүмкіндікке орын бер. Бұл сізде алдағы болған келеңсіз жағдайды қабылдауды, өкінбеуді, қайғы және стрессті алдын алып қоюға себепкер болады. Және де, құрметті жақсылар, білесіз ба, біздің өміріміз есебімізден, біздің ойымыздан үлкен дүние ғой. Айтпағым, құрметті жақсылар, өмірдің рахатын сезінгің келсе, бұл үлкен нәрсеменен мәміле жасауды үйреніңіз. Мен өзімнің өмірімнен алғым келеді. Жүзуді бәріміз енді біреу білер, біреу білмейді, енді жобалап білеміз ғой, енді судың жанында өскен адам біледі. Мен де сөйтіп ойлайтынмын, жүзуді білем деп. Теңізге түскенге дейін ғой. Бір үлкен теңізге түскен кезімде түсіндім да, мен жүзуді білмейді екенмін. Асығыс жасайды екенбіз ғой. Яғни теңізге түсіп кеткенде мен өзенде, көлде, бассейнде жасаған амалымды жасадым ғой теңізде. Тез жасадым, бірақ білесіз ғой, бассейн шектеулі 25 метр, ары кетсе 40 метр. Бірақ біз соған үйренген сияқтымыз ғой өмірде де. Яғни бір аквариумде өсеміз. Солай 25 метрлік күш қуатпенен жүздім де, анау теңіздің үлкендігіне жете алмай бір кезде шаршадым. Қарасам, жағадан қатты ұзап кеткенмін ғой. Енді өзім аяқ қолым дірілдеп шаршағанмын, менде 2-ақ жол қалды. Бату, шынайы бату да, яғни мен шаршадым дедім, шын мен суға кетіп баратырмын. Сол кезде ойыма түсті да, мынау теңіз ғой, бұл сенің жаратқаның емес. Бұған сенің күшің жетпейді. Бұған күші жететінге тапсыр деген. Енді мен имани жағынан қарадым ғой.
Мен бұны психологиялық жағынан да әдейі түсіндіріп жатырмын. Сол кезде Аллаға тапсырдым да тек қана судың бетіне шығып жаттым. Яғни әдістерді қолдандым, ол жерде кішкентай әдіс қолдандым. Аяғымды бөгіп төмен салбыраттым, бірақ денемді ұзыннан тастап едім, демалып алдым. Батқан жоқпын. Содан кейін барып, мына үлкен нәрседе асықпай, демалыспен, жайымен қарауды үйрендім. Өйткені өзіме қойылған сол жерде бірнеше сұрақтар болды. Сол жатып ойланғандағы осы қиыншылығым, неге шаршадым, неге бүйттім деген халдеріме келген сұрақтардың ішінде маған жүрегіме, көкейімде қатты қалып кеткен жауап, ол мына бір жауап еді. Мынандай үлкен суға неге түстің, не үшін жүзесің? Рахат алу үшін ғой десе, онда неге рахаттанбайсың дегеннен кейін барып қана мен рахатыма жүзе бастадым. Яғни рахат алу үшін жүземін. Міне сонда барып шаршамадым. Өмір, осы қағидат өмірге салыңызшы. Осы өмірде түрлі жағдай болады, сіз білетін, білмейтін. Бірақ өмірді не үшін өмір сүресіз, айтыңызшы. Осы өмірдің рахатын көргіңіз келмей ме? Бізде халықта да айтады ғой, жаңағы бала шағаңның рахатын көр дейді. Не үшін ақша тауып жатсыз? Өмірдің рахатын көру. Не үшін білім оқисыз? Өмірде қолайлылық. Не үшін үй салдың? Өмірде рахат көр. Үйлену, бала шаға, дос жаран, жұмыс, бүкіл тіршілігіңіз. Сіздің тіпті рухани ісіңізді алыңызшы. Оқыған намазың, тұтқан оразаң, қажылығың, садақаң. Не үшін? Алла үшін, жаңа қоғам үшін, бұның барлығы болғанменен түбі саған, сенімен байланысты болған істі қараңызшы бір. Не үшін деген сұрақтарды қойып келсеңіз, рахат алу үшін. Жүрегіңнің тыныштығы деген рахат емес па? Жүрегіңнің рахаты. Имандылық сізге рахат сыйлайды. Алламен байланыс сізге рахат сыйлайды. Құлшылық, ғибадат рахат сыйлайды. Садақа, үй, бала шаға, дос жаран, жұмыс, тіршілік, ақша, барлығы сізге рахат сыйлайды. Ендеше содан рахат алу керексіз ғой. Яғни рахат алу үшін сіз контрольда ұстауды доғарыңыз. Есептемеңіз. Тапсыра білсеңізші Аллаға. Қалай солай жасап көріңіз. Ендеше истихара бізге осыны үйрететін құрал екен ғой. Яғни оқып атқан намазыңыздан рахат, тұтып атқан оразаңыздан, берген садақаңыздан, оқыған біліміңізден, салған үйіңіз, баққан бала шаға, үйленген жан жарыңыз, дос жаран, бәрінен рахат алғыңыз келе ма? Истихара оқыңыз. Сөйтіп Аллаға тапсыра біліңіз. Аллахым, мен жасадым, осыдан рахат алам. Және де болды. Сіздің алатыныңызды ап қойдыңыз ғой. Қалған бәрі Аллахым сенік. Маған осының жақсылығын бер, жамандығынан құтқар. Қай халде де мен рахат іздеймін. Аллахым, қай халде де мен өмірдің бақытын, жанымның тыныштығын іздедім ғой. Маған соны берші деп тілеу емес па? Қорытып айтқым келгені, құрметті бауырлар, истихара көп адамдардың түсінігінде, ол дін мамандары болсын, дінді түсінбейтін мамандар болсын, бірнеше қателіктер бар екен. Біріншісі, ол сізді жақсылық па, жамандық па соны көрсететін құрал деп түсіну. Ол ондай құрал емес. Немесе сіздің жақсылығыңызды, жамандығыңыз жақсылыққа өзгертіп жіберетін құрал. Ол ондай да құрал емес. Немесе сізге белгі беретін құрал, ол ондай да құрал емес. Ондай да бір қасиеттері бар. Түбі, бірақ сол қасиеттер, сол айтылған қасиеттер келеді, истихарадан болады. Истихарадан түс көруіңіз мүмкін, белгі беріледі. Немесе жүрегіңізде сенімділік пайда болу, немесе жүрегіңізде сенімсіздік пайда болу мүмкін. Немесе осы бір ишараттар арқылы сіз алдыңыздағы болып атқан жағдайға, немесе болмақшы болған жағдайға сіз таңдауыңыз өзгеруі мүмкін. Яғни, мынау жақсы, мынау жаман деп. Сіз сөйтіп ойлап қаласыз сол үшін истихарадан. Немесе жаңағыдегі сол болған уақиға өзгеріске ұшырап кетеді да, сіз истихарадан көруіңіз мүмкін. Мен истихара оқыдым, бұл осы жақсылыққа айналып кетті деп. Бұл ондай емес.
және де оған себепкер ғана болғанменен нақты оған арналған құрал емес дегім келеді. Бәлки истихараның түпкі хикметі, түпкі мәні Аллаға сенім артып, яғни сіздің Құдайға деген, мен Құдайға сенем дейсіз ғой, дұрыс па? Сенем деген қалай болады? Мысалы, сіз әке, әсіресе еркек кісілерде баласын ойнатқан кезде жоғары қарай лақтырады. Бірінші кезде бала қорқады, ең біріншісіне. Кейінірек одан рахаттанатын болады. Түсінесіз ба? Мені ұшыршы дейді. Сізге келеді. Сосын сіз ұшырасыз, сол кезде аха деп жаны рахаттанады. Яғни баланың сол кездегі әкеге деген сенімі қандай? Қаншалықты, ол сіз мүмкін ғой оны ұстай алмай қалуыңыз, бірақ бала сізге сондай сенім артты. Дәл сол сияқты Аллаға осы өмірде сондай сенім артуды үйретеді бізге истихара. Алламен байланысты үйретеді. Және де Аллаға тәуекел етуді, табыстауды үйретеді екен. Міне осы шынайы хикметі, шынайы құрал екенін ұмытпасаңыз екен. Сауда саламат болыңыз.